Ақуыз бен дәруменге толы өте оңай дайындалатын түскі не кешкі астың жасалу жолын қабыл алыңыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге тауық еті, картоп, пияз, сарымсақ, сәбіз, қызанақ пен болгар бұрышы, көкшөп, асқабақ керек. Осы құрам бойынша кезекпен видеода көрсетілгендей ыдысымызға саламыз. Үстіне тұз саламыз және сұйық майға қара бұрыш пен қызыл бұрыш салып араластырып үстіне құямыз. Қолмен не қасықпен жақсылап араластырамыз. Кейін арнайы пешке салуға арналған түсі жылтыр пакетке саламыз. Арасына көкшөп пен лавр жапырағын салуды ұмытпаңыз. Салып болған соң бетін буып, қызып тұрған пеште 180-200 градуста 50-60 минут пісіреміз. Пешке салатын кезде пакеттің бірнеше жерінен тесіп шығамыз. Дәруменге толы тамағымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Маған және отбасыма өте қатты ұнады. Жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Қолдауыңызды күтемін. Рахмет. Ас болсын.